мынау кезекте тұрған шегені бетонға немесе кірпішке, темірге қадайтын болады. Бұл пистолеттің 10 есе жылдам жұмыс істейтіні ол болды, жеткілікті осы бір ақтан. Негізі өте қарапайым, міне зонтикті саламыз, болды, жеткілікті. Мынау бір 80-ке кеп қалады. 100 килограмм салмақ көтерді. 100 килограмм салмақ бергенде бұның пластик үзіліп кетті түбінен. Ортасына теді. 3 айдан 12 айға дейін бөліп төлеуге мүмкіншіліктеріңіз бар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Қуанбай Ерназар. Бүгін біз үйдің сыртын қаптауға арналған газовый монтажный пистолет туралы видео түсіреміз. Бұл видеоны түсірмес бұрын біз ойлағанбыз перфоратормен салыстырып көрсек деп. Бірақ енді ол кішкене ақымақтық болады, себебі перфоратордан бұл пистолеттің 10 есе жылдам жұмыс істейтіні ол кез келген адамға түсінікті. Тек бір ғана нәрсе бар, бұл жерде күмән, жаңа технология болғаннан кейін, жаңадан келгеннен кейін көп адамдар бұның мүмкіншіліктеріне сене бермейді, күмәнданып жатады. Және тағы бір жағдай, бұл пистолет туралы 10 жыл шыққаны 10 жыл болса да, әлі күнге дейін көптеген адамдар білмейді, әсіресе біздің Қазақстанда, қазақ елінде. Сол бір жағы YouTube желісінде қазақ тілді видеолардың жетіспеуіне байланысты өзімізше қазақша түсіндіріп көреміз қазір. Міндетті түрде қазақ тілді арнаны, қазақ тілінің дамуына көмектесу үшін комментарий жазып, WhatsApp группаларға таратып, міндетті түрде лайк басып кетулерін сұраймыз. Пистолетке келер болсақ, пистолет негізі комплектациясында мынандай сөмкесі жүреді өзінде бірге. Бұл алып жүруге өте ыңғайлы сөмке. Сапасы жақсы. Және де зарядкасы, 2 батарейкасы болады. Сосын көзге тағуға арналған көзілдірік, көзді қорғауға. Және пистолеттің өзі. Бұның мынандай ілгек жібі бар. Биікте жұмыс істейтін болғандықтан пистолеттің құлап кетуінен қорғау үшін бұны осылай байлап алған дұрыс. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, бұл пистолет негізінен мынандай газовый баллончикпен жұмыс істеуге арналған. Бұл газ баллонға келетін болсақ, бұл газ баллонның ішінде пропан, бутан және май араласқан. Себебі пропан мен бутан қыста да жазда да ыңғайлы жұмыс істейді. Ал майдың араласу себебі пистолеттің іші темір. Темірді үнемі майлап тұру үшін поршынды әр жарылыс кезінде сіз ашып-шашып майлап отырмайсыз, өздігінен майланып отырады. Сондықтан бұл пистолет ұзақ уақытқа жұмыс істейді. Бұл енді осы газ баллонның бір артықшылығы. Бұның ішкі құрылысында кейінірек бұйырса бір видеоға арнап түсіретін болам, көрсетіп сіздерге. Ішінің құрылысы өте қызықты. Және де мынандай батарейка бар. Осы екеуі арқылы жұмыс істейді. Газ шашады. Сосын шүріппен басқан кезде осы батарейка арқылы искра береді, ұшқын пайда болады да, сөйтіп газ жарылады. Жарылыс кезінде поршынды ұрып, мынау кезекте тұрған шегені бетонға немесе кірпішке, темірге қадайтын болады. Бұл батарейка, бір батарейка толық зарядталған кезде 3000-4000 шеге атқанға жетеді. Ал газовый баллончик болса, бұл 700 бен 1000 оқтың арасында, шегенің арасында қағалады. Бұл бір ретке ғана қолдануға арналған, әзірше біз бұны толтыра алмаймыз Қазақстанда. Бұны толтыру технологиясы өте күрделі. Енді әңгімен көп сөзбай, жұмыс барысында айтайық қалған жерлерін. Қазір міне газовый баллончик қалай салынатынын көрсетейін. Осылай ашылады. Газовый баллончик айтпақшы, басына клапандар әртүрлі болады. Сол туралы міндетті түрде сіздерге айтайын. 2 түрлі клапаны бар. Мынау өзінде тұрған қызыл, бұл пистолетке жарамайды. Өйткені бұл пистолеттің көлемі үлкен. Бұған көбірек дозада газ шашылу керек. Бұны алып қоя тұрамыз. Бұны негізі қара пластмасты уақытша бұны алып таси саламыз. Бұнан салу керек. Бұл пистолетке жарамайды. Жасыл клапан саламыз. Батарейкасы осына салынады. Қазір үшеуі жанып тұр. Бұл пистолетіміз қазір жұмыс істеуге дайын. Зонтиктерін алайық, сөйтіп қабырға атып көрейік тексеріп. Зонтиктерін мына жерде үштіктен басталады негізі. 3 см, 5 см,
8 сантиметр, 10 сантиметр. Ең ұзыны қазірше 150-ге дейін, 180-ге дейін зонтиктері бар бұның. Бұл зонтиктерді мен әдейі арнайы жасап қойдым. Газоблокқа да қазір атып тексеріп көретін боламыз. Негізі бұл зонтиктер газоблокқа атуға арналмаған. Сонда да қазір бір эксперимент жасап көрейік қалай болатынын. Негізі өте қарапайым, міне зонтикті саламыз, бұл жеткілікті. Мына бір 80-ге келіп қалады. Және де бір айта кетерлігі, бұл зонтиктің мысалы қарап отырсаңыздар, ұзындығы 10 сантиметр. Көргендей, өздеріңіз көргендей, мен плитанда қалыңдығы 10 сантиметр. Бұл міне бетонға қағатын кезде осылай тұрады да, бұның ішіндегі темір шегесі 5 сантиметр ұзындықтағы диаметр 3 миллиметрлік шеге бетон қабырға кіретін болады. Қазір атайық. Бұл жеткілікті осы бір аттамыз. Біз негізі осыны арнайы аспаппен тексеріп көргенбіз, зонтиктің осындай бетонда қаншалықты салмақ көтеретінін. Тура осындай 400-дік маркадағы бетонда бұл 100 килограмм салмақ көтерді. 100 килограмм салмақ бергенде бұның пластик үзіліп кетті түбінен. Шегесі негізі 400-500 килограмм көтере алады. 10 сантиметрлік мен плитаға 10-дық зонтик, 8-дік, 5-дік. Қазір мына жерге оларды атып қояйын, енді оның размердегі мен плита табылмады. Мынау ұят болып қалды. 5-діктен тағырып алып кел. Мынау бәрін бұтшық қалды. 5-дік не болды? Ау? Мынау шымен 100 килограмм көтере ма? Тартып көрсейші сен сенбесең. Аяғым тірейде, екі аяқ смело тірейдесің болады. Былай тартқанда дейсіз ғой, тартқанда нормально. Көбесіне қалғанады қалыпсыз. Мынау енді, мынаны түсіре берейік. Кеспейік ондай, монтаж жасамайық. Айта саласың ба? Иә. Не үшін ондай болған? Не үшін болды? Айттың? Айттым. Да, бастайыңыз ба? Анау 5 сантиметрлік зонтигіміз атқан кезде сынық болды. Ондай негізі болады, бір 10% негізі осындай бірақ шығады. Өйткені бетонның кейбір жерлерінде бос жерлер бар, кейбір жерінде тас, мынандай шығып тұрған арматураларға жақын, защитный слойға жақын келіп қалған жерлерінде осындай болады. Тағы біреуін атып көрейік қазір. Бетон жарылып кетсе де, мынау әжіптәуір салмақ көтеріп тұр қазір. Біз жаңа бетонға атып көрдік. Жақсы ұстап тұр бетонға. Енді газоблокқа ұстай ма, мынандай сплиттерный блокқа қалай ұстайды, іші қуыс кірпіштерге. Бұл кірпіштердің іші қуыс. Сосын енді бұл жерде қызыл кірпіш жоқ екен. Уголокқа атып көрейік, темірге қалай ұстайтынын қазір тексеріп көрейік. Негізі бұл зонтиктер газоблокқа арналмаған. Бірақ мен жаңа осында келген кезде осындай шегелерді дайындап, арнайы мынандай зонтиктердің ішіне салып дайындап қойдым тығып. Қазір газоблокқа атып тексеріп көрейік. Мынау газоблокқа атып салайық. Так, қалай ұста деген тексеріп көрейік. Ұстамады. Ұстамады. Енді сплиттерный блокқа атып көреміз қазір. Түсіріп атсың ба? Сеткі бар, құласаң, қорқыла. Сплиттерный блокқа атайық. Бос жерін аттық, енді ортасына атайық. Былайынан көрейік. Суырылмайды. Ішінен шегені көрсетіп сал төбесіне. Қалай кіріп тұрған. Бұл жерде енді пистолетпен атылатын зонтикті кішкене мақтап жіберуге болады, себебі осындай іші қуыс сплиттерный блоктарға қарапайым перфораторға арналған зонтиктер ұстай бермейді. Олар осының ішінде ойнап бос қалады, суырылып кетіп жатады көп жағдайда.
Міне көрдіңіздер, өте жақсы ұстап тұр. Осы жерде кішкене біздің зонтиктерді мақтап жіберуге болады. Өйткені сплиттерный блоктың іші қуыс болғандықтан қарапайым перфораторға арналған зонтиктер ұстай бермейді, ішінде ойнап бос қалып суырылып кетіп жататын жағдайлар болады. Ал мына зонтиктер өте жақсы ұстап тұр сплиттерный блокқа. Енді газоблокқа ұстамай қалды. Газоблокқа негізінде қарапайым зонтиктерде айтарлықтай жақсы ұстай бермейді. Негізі газоблокқа мынандай зонтиктер шығарылған, арнайы резбасы бар. Тесік тесіп, орнына шуруповертпен бұрай салуға арналған. Бұны да қазір көрсететін боламыз, шуруповертпен бұрап газоблокқа қалай ұстайтын. Бұл бізде бұйырса 2 айдың көлемінде осындай зонтиктеріміз сатылымға шығатын болады. Өзіміз өндіреміз Қазақстанда, Алматыда. Енді зонтиктердің бағасына келетін болсақ, негізінен қазір технозорлардың талабы бойынша осындай темір шегемен арналған зонтиктер қағылу керек, басына пластигі бар. Олардың бағасы 25-30 теңге көлемінде. Ал біздің зонтиктердің бағасы 35 теңгеден басталады. Енді соңғы пистолеттің күтімі жайлы бір-екі ауыз сөзбен видеомызды аяқтайық. Бұл пистолетті қолданар кезде мен сіздерге айтар кеңесім міндетті түрде батарейкасын екінші түрге қойып, өшіп тұру керек. Сонда батарейкасы жаңа мен айтқанда 3000-4000 шеге атуға жетеді. Және мынау белдікті міндетті түрде тағып жүріңіздер. Бұл пистолет сол құлатып алған жағдайда сынса, онда қосалқы бөлшектері шеге ақылы болатын болады. Сындырып алмасаңыз тегін жасап береміз әрине. Сосын өз бетіңізбен ашып, шашып, запчастарын жоғалтып тастамағаныңыз дұрыс. Егер бұзылып жатса, бірден біздің сервис центрге жібергеніңіз дұрыс болады. Енді бұл пистолеттің ерекшелігі туралы айтатын болсақ, бұл біздің сатылымда жүрген пистолеттердің ішіндегі қуаты ең мықты пистолет деп айтыламыз. Басқа өндірушілердің салыстырмалы түрде барлығын күшін тексеріп көруге болады. Бір видео мүмкін соған арнайтын шығармыз келесі жолы. 4-5 өндірушінің пистолетін жинап, күштерін салыстырып көреміз. Бұның арт жағы өздеріңіз көріп тұрғандай көлемі үлкенірек келеді. Сол үшін бұның соққысы 130 джоуль. Бұның соққысының күші. Бұдан өзге пистолеттерде 100-120 джоуль болады максимум күші. Біз негізі осында ойымызға келген заттардың бәрін айттық деп ойлаймын. Егер айтылмай қалған жер болса, түсініксіз жер болса, сіздер міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, біз жауап береміз міндетті түрде. Егер осы пистолет сіздерге қызық болса, хабарласыңыздар, ары қарай толығырақ түсіндіретін боламыз. Зонтиктің бағалары оның санына қарай әртүрлі бағада болады. Және де бұл пистолеттер сіздер Каспий магазиннен алсаңыздар да болады. 3 айдан 12 айға дейін бөліп төлеуге мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді видеомыздың соңын осы пистолетті газоблокқа бұрап көріп аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.